Қазақстан қарулы күштерінің ең қызықты құрылымы десанттық шабуылдау әскерлері. Бұл құрылым өзінше жоғары дайындыққа ие, сондай-ақ мобильдігімен ерекшеленетін элиталық құрам болып саналады. Ендеше құрметті көрермендер, бүгін біз арнайы әскери сарбаздардың өмірін тамашалауға келдік. Ендеше бірге тамашалайық. Сайдың сетке тасындай қаттар тізілген, шеру тартқан көркіңе елің сүйсінген. Ән салшы сарбазым, назданып салған өзіңе әнің. Ерлік мырза, жалпы әскери бөлімде әскери сарбаздарға арнайы сабақ өтетіні белгілі. Жалпы сабақ неден басталады, не үйретесіздер? Бірінші солдаттар мамандықтарға каждый подразделениеге бөлінеді. Потом өзінің мамандықтары бойынша бағдарлама бойынша сабақ өтеді. Мысалы, өзім мамандығым артиллерист, миномет батареясының командирі. Оларға минометті қалай қолдану керек, оның қандай тыйым салынған ережелері бар, одан кейінгі қандай бағытта қолданады, қалай қолданады, соғыста қалай қолдану керек, қалай жинау керек, қалай тазарту керек, сол бағыттарын полный үйретеміз. Толықтай. Түсінікті. Қарсы болмасаңыз, әскери сарбаздарға сұрақтар қойсақ. Ендеше сұрақтардан бастайық. Құрметті сарбаздар, алғашқы сұрақтың бірі. Казармадағы оқу жаттығу ма, немесе түнгі кезекшілік пе? Түнгі кезекшілік. Неліктен? Даланы айналып, сарбаздардың тыныштығын күзетіп, қарап жақтан күзетіп жүреміз. Минометтарға қараймыз. Палаттың жағында ешкім жоқ па деп, ешкім шыққан жоқ па палаткадан. Түсінікті. Рахмет. Кезекті сұрақ. Кезекті сұрақ, құрметті сарбаз, сізге. Таңғы марш па, кешкі жаттығу ма? Кешкі жаттығу. Неліктен? Өйткені кешкі жаттығу жасаймыз. Рахмет. Кезекті сұрақ, құрметті сарбаз, сізге. Күзетте жалғыз тұру ма, әлде қатаң командирмен бірге болу ма? Күзетте жалғыз тұрған. Неге? Өз ойымен күзетте күзетіп тұрған. Қатаң командирмен болса. Жақсы, рахмет. Біз қазір казармадамыз. Жалпы көріп тұрғандай сарбаздар демалуда. Жалпы ұйқыға қанша уақытта, түнгі уақыт нешеде жатады? 22:30-да кешкі ұйқыға жатқызылады, таңғы 6:30-да ұйқыдан тұрылады. Одан арғатай 6:40-тан бастап таңғы жаттығуға сапқа тұрғызылады. Түсінікті. Ал киіну барысы қанша уақыт беріледі? 10 минут уақыт беріледі. Арнайы жаттығу, содан кейін таңғы ас, немесе қалай? Сол режимді айтып кетсеңіз күнтізбені. 6:40-тан 7:00-ге дейінгі таңғы жаттығулар. Одан арғатай 7:00-ден 7:30-ға дейінгі таңғы жуынуы, дәретханаға баруы. Сол уақытқа 30 минут уақыт беріледі. Потом 7:30-дан 8:30-ға дейін таңғы ас. Түсінікті. Ерлік мырза, қазір сарбаздар ұйқыда. Сағат тілі? Қазір 6:30 ұйқыдан тұратын уақыт болды. Қарсы болмасаңыз, пәрменді мен берсем. Ендеше құрметті сарбаздар, рота, подъем! Ерлік мырза, жалпы киіну барысына 10 минутта беріледі, содан кейін? Одан кейін 5 минутқа дейін дене қыздыру, 1 шақырымға дейін жүгіру және күштік жаттығулары. Жалпы жаттығуға неше уақыт беріледі? 30 минут уақыт беріледі. 30 минут. Ендеше бірге тамашалайық. Бірге бастайық. Рота, зіл, доктор, оңға. Сол жақтан бір өлі адам. Бас! Басуға сенде лайық бол. Мен керіп қылышақ жүзді. Бірінші сау дейманың жаныңды елге қиғаным. Жұлдыздай атқан өмірде тегілім болсын жиғаным. Өсіріп тек тұрмақты қиямет күні келгенше тереңге кетсін тамырым. Қазір таңғы тексеріс барысы солдаттардың бүгінгі күнге қалай дайындалғандығын 10 минут арасында полный тексеріп шығамыз осы жерде. Енді бірге тамашалайық. Сарбаздар, сәттілік. Bir qadam alğadı. Bas. Haqqa buru.
киімді шеш. Отырыс Мырзабаев, арыз шағым жоқ. Артқа бұрыл. Артқа бұрыл. Отырыс Тұрлыбай, арыз шағым жоқ. Артқа бұрыл. Артқа бұрыл. Матрос көріп арыз шағым жоқ. Артқа бұрыл. Артқа бұрыл. Матрос Алпысбай, арыз шағым жоқ. Артқа бұрыл. Артқа бұрыл. Матрос Битуған, тезалықта арыз шағым жоқ. Артқа бұрыл. Артқа бұрыл. Сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым, той алмадым жүзіңе жаным, қарап тоя алмадым. Құрметті көрермендер, өзіңіз көріп тұрғандай, қазір түскі уақыт, арнайы сарбаздар түскі уақытпен тамақтануда. Тағы да сәлеметсіз бе? Жалпы осы түскі уақыт неше уақыт аралығында, мысалы 12:30-дан қателеспесем, иә? 13:00-ден 13:40-қа дейін 1 сағат уақыт беріледі. 1 сағат уақыт, иә. Ас мәзірі бір аптаға әртүрлі, иә? Иә, бір аптаға әртүрлі. Әскери бөлім командирімен қолы қойылған, келісім берілген. Меніме берілді. Түсінікті. Қазір енді первый, второй, иә? Күнделікті. Иә, күнделікті первый, второй тамақтары. Жеміс-жидектер көріп отырғандарыңыздай тамалар бәрі берілген. Түсінікті. Өзіңізбен таныстырып өтейін. Подноспен өсіп келіп, өзінің әрқайсысы тамақтарын алады. Өзі бірінші, екінші. Арнайы порциямен, иә, барлығы? Иә, бәрі өлшенген, жоғары жаққа түсірілген, положен нормамен бәрі беріледі. Солдаттар бәрі пәрмен бойынша тамақты бастайды. Рота, отыр, ас болсын. Майданға жауыт күйместен, садағын жауға түйместен, әубәста рухың шыңдалып, білектің күші мыңдалып, иыққа іліп өгізді. Атадан қалған нағызды басуға сенде лайық бол. Меңгеріп қылышақ жүзді бірінші сауыт иманың, жаныңды елге қиғаның. Жұлдыздай аққан өмірде тегілім болсын жиғаның, өсіріп тек тұрпақты, қиямет күні келгенше тереңге келсін тамыры. Баянды болсын ғұмырың, арналсын елге ғұмырың, жер үшін құрбан болсан да артыңнан құрбан болып, нұрланып тұрсын қабырың, сыр бұлттар сырғып келгенде сынақтан аман өткенде. Керемет, Ерлік мырза, ерекше әсер алдық. Жалпы соңғы сұрақ. Осы сарбаздарға өзіңіздің тарапынан ескертпе жөнінде өзіңіздің ақыл кеңесіңізді шабыттандыру мақсатында бір кеңесіңізді айтып кетсеңіз. Кеңесім отан алдындағы қызметін адал өткеріп, ертең үйлеріне барған кезде ұялмай айта алатындай, осындай жерде мен қызмет атқардым, отан алдындағы қызметімді атқардым деп айта алатындай балалар тәрбиелеп үйіне жіберсек, ұятқа қалмай ешкімнің алдында. Ата-аналарының біздің үмітімізді ақтап үйлеріне барса деген осы өзіміздің неміз. Жалпы өзіңіз атап өткендей, ротада неше сарбазды басқарасыз командир ретінде? Қазіргі таңда 51 солдат осы жерде қарамағында. Кетіп атқаны бар, келіп атқаны бар. Уже 28 солдат үйіне шығарып тастадық, аман есен. Ешқандай оқыс оқиғасыз, ешқандай жалоб заявлениесіз дейді ғой. Шағымсыз үйіне қайтардық. Түсінікті. Соңғы сұрақ. Сарбаздардың мүмкін
кей сәттер болады, күйзеліске ұшыраған сәтте өзіңіз тарапыңыздан қалай қолдау білдіресіз? Жеке сұхбаттар жүргіземіз. Біздің қарамағымыздан қандай көмек көрсетуге болады, барлық жағынан көмек көрсетеміз. Менің өзім орынбасарым бар, тәрбие және идеология жөніндегі орынбасар. Сол кісі сөйлеседі. Қандай көмек көрсете аламыз? Барынша көмек көрсетеміз. Бұл жақта күйзеліске неге түсетіндей көп не жоқ. Қиыншылық та жоқ, арғатай бәрі өздеріне байланысты болады салыптардың. Қалай қабылдайды сабақты, өздерінің осы үйреткен нәрселерді өздерінің солай жеңіл отыр. Түсінікті, жауабыңызға рахмет. Құрметті сарбаздар, отан алдында борыштарыңыз сәтті өтеуіне тілектеспін. Алдағы уақытқа жоспарларыңызға сәттілік. Рахмет.